Сәлеметсіздерме, балалар? Мен Аманат плюс балабақшасының тәрбиешісі Алмагүл Байырбек қызы. Және мен Бауыржан Аянаппын. Жарайсыздар. Балалар, мен сіздерге бүгін жұмыртқамен печенье жасайтын боламыз. Аянат, оған қандай құралдар керек болады, айта қойшы? Бір қасақ, бір тұз, бір су, бір үш стакан, және үш жұмыртқа керек болады, да? үш жұмыртқа. Жарайсың. Ал мына үш суға мына жұмыртқаны салып, біздер тәжірибе жасап көрейік. Бұл жұмыртқа шикі жұмыртқадан. Сала ғой, Нұралы, бірінші стаканға жұмыртқамызды салып көрейік. Нұралы, қандай өзгеріс байқадың? Жұмыртқамыздан қандай өзгеріс байқап тұрсың? Айта ғой? Иә, жұмыртқамыз судың түбіне батып кетті. Себебі қалай болып көрініп тұр саған жұмыртқа үстінен қарағанда? Қарайшы, жұмыртқамыз үлкен болып көрініп тұр. Себебі жұмыртқамыз судың астына батып кетті. Судың тығыздығы үлкейіп тұр. Жарайсың. Екінші стаканымызға Аянат бір қасық тұз салады. Тұзды, бір қасық тұзды саламыз. Жақсылап араластыра Аянат. Жақсылап араластыр тұзды суды. Аянат, екінші стаканымызға жұмыртқаны салады. Тұзды суға екінші жұмыртқаны салып жатырмыз. Салады. Жұмыртқамыз көрінбейді. Себебі тұзды суда жұмыртқаның тығыздығы төмен басылып, жұмыртқамыз жоғары көтеріле алмады. Себебі судың тығыздығы басым бұнда деген. Байқадыңыз ба? Судың түсі де өзгерді. Үшінші стаканымызға үш қасық тұз саламыз. Аянат сала. Үш қасық тұз саламыз. Жақсылап тұзды суымызды араластырамыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Тұз бен су жақсы араласу керек. Нұралы, үшінші стаканға жұмыртқамызды сала береміз. Ал Нұралы, не өзгеріс байқадың? Жұмыртқамыздан қандай өзгеріс бар? Жұмыртқа батпайды. Себебі неде? Себебі тұз бен жұмыртқаның тығыздығы теңесті. Сондықтан жұмыртқамыз судың астына батпай қалды. Байқадыңыздар ма? Міне, сіздермен бірге болған Бауыржан Аянап. және Баба. сіздерге кеңес береміз. Үйде ата-аналарыңызбен жасап көруге. Сау болыңыздар. Қолыңызды көтеріп.